Түркі халықтарының бір-бірімен сыйластығы өте жоғары деңгейде. Иә, құрметті қазақ елі. Соңғы кездері білесіздер, түркі халықтары бір-біріне деген жақындастықты күшейтіп жүр. Соның нақты бір дәлелі ретінде Әзірбайжанда саммит өтті. Ол саммитке тек түркі халықтары ғана қатысты, түркі мемлекеттері ғана. Оның ішінде Қазақстан, Әзірбайжан, Түркия, Қырғызстан, Өзбекстан және Венгрия. Иә, білмейтін ағайындар болатын болса айта кетейін, венгрлер, яғни мажарлар, олар да біздің туысымыз, олар да түркі қыпшақтар. Жалпы бұл саммитке біздің еліміздің атынан президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев барды және Тоқаев өз сөзінде мынандай нәрселерді айтты. 2040 жылға дейін деді, Алла амандығын берсе, түркі халықтарының бір-бірімен сыйластығын одан әрі арттырып, жақсы бір жобалар жасау керек біз деді. Одан қалса, безопасностьтың әңгімесі сол бірінші орындағы. Екінші дүние, Алматы қаласында түркі халықтарының экономикалық саммитін өткізуіміз керек деді. Және де еліміздің президенті әрқашан айтып жүрген мынау, білесіздер ғой, соңғы цифровизация, жасанды интеллект деген дүниелерді алға тарта отырып, осы түркі халықтарының арасында жасанды интеллектті қолдана отырып, халықтарды, елдерді, яғни мемлекетті дамытуымыз керек деді. Түркі халықтарының бірлігі жасасын ағайын.